Йоу, барлықтарыңа салам достар, сендермен видео орындап отқан бұл мен Нурик, және де бүгінгі видеоға қош келдіңіздер. Мен бүгінгі видеода, Перекоп жолының барлық бөлімдерін қосып, яғни Перекоп жолының 3 ақ бөлімі болды, сол 3 бөлімін қосып, яғни бір бөлім қылып, яғни бір видео қылып десем де болады. Фильм шығаратын боламын, сондықтан арнама тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытып кетпеңдер. Сонымен қатар мен бір нәрсені айтқым келіп отыр, яғни бүгінгі видеода мен сендерге 500 теңгеге конкурс ұйымдастырғым келіп отыр. Яғни сендер осы видеоға қатысам деп жазу бірінші шарт, яғни содан кейін менің осы Нурик КРМП арнама тіркелу және де видеоға лайк басу. Жай ғана бір кемінде 1-2 минутта орындап тастайтын зат, сондықтан міндетті түрде қатысып 500 теңгені ұтып кетейік. Ал енді біз өзіміздің видеомызды көпке созбай тезірек бастайық. Егер де менімен бірге Playcrash ойын ойнағыларың келсе, осы видеоның описаниясында тұрған ссылкадан Playcrash'аны жазып, және ойынға кіргеннен кейін Yakut серверін таңдап, ойынға кім шақырды деген жерге менің Нурик ютубер атты нигімді жазатын болсаң, 3-ші левелға жеткен кезде 50 000 рублей беретін болады. Қазір мен осы жерде, ваталы жұмысын жасап, соның екінші ходкасын, или бірінші ходкасын бітіріп жатқан кезім, маған машинаға ақша жетпей жатыр, біраз нормальный машиналар, примерно 700 000 соның үстінде басталады, қазір мен осы жақтан заттарымды сатып жатырмын. Сонымен қатар мен бұл Перекоп жолын Қазан серверінде түсіріп жатырмын, чтобы бұл осы Қазан серверінде, яғни машиналар өте көп, яғни ескі сервер болғандықтан, яғни Владимир, мысалға Yakut деген сияқты, ол серверлерде, не болады, машиналары, авторингте вообще машина болмайды. Сондықтан мен осы Перекоп жолын Қазан серверінде түсіретін боламын. Өздерің көріп тұрғандай, мен қазір авторингке келіп жатырмын, яғни мен қазір низкий класстан іздеймін, өйткені средняға пока ақша жетпейді. Қазір низкий класстан өзімізге бір нормальный Перекопқа болатын деген машиналарды қарайтын боламыз. Мына жақта мен бір Вембаға 300-ға, сатасың ба деген сияқты әңгіме қозғап жатырмын, яғни 300-ға деп жазып жүрдім. Так, бұл не дейді екен? По идее енді нет дейді, өйткені мына жақта уже басқа адамдар сұрап жатыр бағасын. Так, көрейікші, ал дейді екен. Так. Достар, бұл 700-ға дейді, бұл не стоит қой, бұл овер деп жазып жіберейік. Әрине бұл овер 700-ға ғананы кім алады? Тағы бір дәл осындай Вембаға 350-ға ұсынып көрген болатынмын, және бұл бізге 550-ға деп жатыр. Бұған рейндігін айтып жіберейік. Примерно сондай болу керек. Бұл Ghostқа 150 000 теңге тұрады, яғни 150 000 рубль. Сондықтан бұдан біз алмаймыз. 550-ға кішкене оверлау. Ертеңгі күнде ана Вембаны алатын болсақ, оны сата алмаймыз, плюс кішкене оверлау қол сататын боламыз. Сондықтан енді өздерің білесіңдер, енді мына ладаға барып қанша екенін сұрап көретін боламыз. Так, бұл енді бағасын жіберді. Бұл жерде 850 000, яғни фул екен. Бұған енді біздің пока ақшамыз жетпейді. Сондықтан өзімізге бір нормальный, яғни 500 000 мен 400 000-нің арасында машина іздеу керек болады. Жаңа, мені ойыннан шығарып жіберді. Енді мен қазір семьяның машинасымен авторингқа қайтадан баратын боламын. Мен авторингқа бармастан бұрын өзім бір 2 ходка ваталы жұмысын жасап, сонымен 780 000 рублей қылып, енді баруға болады, чтобы енді осы ақшаға нормальный машиналар тауға болады, мына актив деген вообще ұстамайды, тағы бір рет, осымен примерно 4 рет, робын айтайын, 4 рет шығарып жүрген шығар. Қазір мен осы жерден, яғни өзімнің осы Playcrash'дағы ең қатты жүретін машинаны, яғни сазды алып, яғни ол 500-бен жүреді, көріп отқандарыңыздай. Қазір біз онымен қазір авторингқа 5 секундтың ішінде тезірек баратын боламыз. Мінеки біз уже авторингқа да келіп қалдық. Міне так біздің артынан, заздың артынан өзімнің аксессуарларым қалып болған сияқты еді. Мінеки енді соларды алып жатырмын. Қазір аксессуар, энзі, ремка. Енді кармызды біз в загрузке қалып жүретін боламыз. Авторингқа қарай кете беретін боламыз. Мен видеодан тыс, яғни өзім Grand Pink деген көлікті алған болатынмын 250 000-ға, яғни бұлың Ghost ценасы 225 000 болатын. Бұл сток түрі, мен оны ойладым, примерно 300 000-ға сатып жіберем ба деп. Міне авторингқа келген кезім, яғни сол кезде, маған біреу обмен тастайды, яғни басында менен сұрайды қанша екенін. Бірақ ол кез, видеоға түспей қалды, мен сендерге осылай айтып беретін боламын, сендерге қалай болғанын, бірінші қанша екенін сұрайды, мен 340 000 торг деп сатам, анау
қанша 340 мың деп айтады, той жоғда go дейді. В общем тұрады да обымен жібереді. Бірінші 34 мың қылып жібереді, яғни өзінің төлейтінін 34 мың қылып. И сосын мен отмет етемін, жазам, сосын неге 34 мың анау деген сияқты. И анау тұрады да 1-0 ұмытып кеттім дейді да, келесіне де 440 мың қылып жібереді. И мен оны өзі төлейтін қылып жіберді деп баса саламын ғой. И жалпы бұл играшаны 1 жылдай ойнасам да, сондай бір долбоеб скамчикқа алданып болдым. В общем алдыңғы видеоны көрмеген болсаңдар, яғни Переков жолының бірінші сериясын көрмеген болсаңдар, осы видеоның описаниясында тұр, яғни көріп аларыңа болады. Қазір мен мына жерден 4000 рублейді ежедневный кейстан түсіріп алдым, және мені 20 рет ашқаным үшін 2 бонусқа кейс берді, және біреуінен осындай 15-ка түсті, ал екіншісінен осындай лада түсті. Осы екеуін мен госқа слететіп жүрген болатынмын. Маған қазір ақша керек болып жатыр. И сонымен менде 300 мың рублейдей болды. Сосын мына жақтан ежедневный кейспен бір не кейс ашқан болатын, бонусқа кейс. Сол екеуінен ақшамды жинап, сосын мына жақта вадала жұмысын жасап, соның ақшаларымды мына жерде өткізіп жатқан кезім. Бұны әрине 2x-пен өткізіп жүретін боламын. И мен бәрін өткізіп болдым, және менің қолымда 464 мың 504 теңге болды. И сонымен қатар мен мына жақта ежедневный кейстан 5 блеккоин түсіріп алған болатынмын. В общем үйтіп казинодан 1 лям көтеріп алып, және ревардты қарасаңдар, мына жерде 2 көлік тұр, оның біреуі пятнашка, және оның бірі қабан көлігі, яғни Мерседес қабан. Мінекей оны мен госқа слететіп жүрген болатынмын селкар командасымен. И 450 мыңға ма сондайға кетті, по идее. И мына пятнашканы сатпаймын деп шештім. Бұмен авторингқа барғаннан кейін барып сататын боламын. Енді осы егер Переков жолы ұнап жатса, арнама тіркеліп лайк басудан ұмытып кетпеңдер. Алдыңғы видеоға 25 лайк жиналыпты, ал менің қолымда 1 миллион 648 мың рублей. В общем сонымен қазір өзімізге Перековқа келетін машинаны іздеу керек болады. Мына жақта қателеспесем пайда X5 болу керек. Мен особо шарт етпеймін, если жазбай қойыңдар комментарияға анау басқа көлік деп. И в общем осы Вембаға айтып көрген болатынмын, бірақ ол кішкене оверлоу болғандықтан мен басқа, яғни мына дәл сондай Вемба тұр, соған айтып көрдім. Бұл қазір күтетін боламыз. Отъем деп жаздым, яғни так есігін ашса, енді болды, ашты. И 2-де 5 деп тұр. Бұл в общем енді кішкене оверлоу болғандықтан, менің ақшам жетпейтін болғандықтан бұл машинаны әрине алмаймыз. Бізге 1 миллион мен 1 миллион 600 арасында машина керек болады. И осы жерде новыйдан шыққан машинаға барып бағасын сұрасам, кішкене қымбаттау. И сосын низкий классқа барып көрейін дедім, яғни ол жақта бір Мерс или Вембалар болатын болса, соның біреуін алып кетейін деп. И мінекей кірдік. И осы жақта мен сразу осы бір Вембаны көрдім, және осы Вембаға сколько деп жазамыз. И бұл көп ойланды да, өзінде бар заттар жазды, және бағасын 650 мың мен 600 мыңның арасы деп тұр, яғни екеуінің біреуіне берем, яғни край 600 мың деп тұр. И отдем деп кеттім бұмен. И мынаны қараңыздар, мына жақта Nitro 2x бұл айтады, бак болып тұр деп, яғни Nitro 10x дейді негізінде. Бұл қалай достар, сонда сіздерде де осындай бола ма? Яғни Nitro 10x деп айтады, но бірақ Nitro 2x болып тұр. Бұған 470 мың ұсынып көретін боламыз. Және мынау біраз ойланып тұр, қазір нағыл дейді екен. Біраз ойланып тұр. И бұл нет деді. В общем мына жақта тағы бір, то есть жаңағы адамға мен айтқан болатын, сатасың ба деп, ол жоқ деп, в общем сатпай қойды. И мына Мерсқа барып мен сколько деп жазамын. И бұл край 400 мың дейді. И отдем деп бұмен кетіп қалатын боламыз. И ПТС'ін сұрадым, и ПТС'ін жіберді. ПТС'та бізде спорт. И Nitro жоқ, инсустар да жоқ. Жалпы сатып алуға нормальный машина болғандықтан бұмен кішкене ойлану керек болып отыр. Яғни мен бұған қазір өзімнің бағамды ұсынып көретін боламын, яғни 340 мың деп жазып көретін боламын. Яғни 340 мыңға алып кетсек, осыны кішкене нормальный болады, яғни сатуға келеді. Бұның ответін күтеміз. И бұл бізге дейтін 350 мың рублей ұсынып тұр. И бұған келісуге болады, бірақ жалпы бұдан сұрайтын боламыз қазір. Маған максимум бұның дейтін нитросы жоқ болып тұр, яғни вообще мен көрген бұда стропоскоп бар ма деп. И
тек спорт екен. Мына жерде маған жіберіп тұр, яғни қаншаға жіберді? Бұл жерде 350 мыңға жіберіп тұр. Мен бұны алмайым деп шештім, өйткені өзіме ұнамай қалды, сондықтан бұны алмайым. Бұл авторингта шешетін сөз, яғни мен бұған 300к go или net деп жазып жүретін боламын. Қазір go десе, net деді. Option мына машинадан біз кетіп қаламыз. Енді бізге басқа машина іздеу керек болады. Және мына жақта қарап тұрсаң бір нормальный машина қалмады, сондықтан обратно среднийға кетемін деп шештім. Option бәрі сондай болып кетті, яғни средний низкий бір жақтан нормальный машина табылмайды, біреуі қымбат, біреуінің изнусы бар, солай болып кете береді. Бізге қазір енді точно табу керек нормальный машина. Мына жерде мен мына бір Вембаның бағасын барып сұрасам, бұл дейтін, бізге нағыл дейді екен. Бұл бізге спорт, шинка, диска, барлығы бар екен. Бұда full цвет деп жатыр, 2к торг дейді. Аддем деп бұны да алып кететін боламыз қазір. Бағасымен келісіп, осыны нормальный бағаға алып алсақ, бұл жерде ПТСін жіберді. Осы бәрінде де бак болып тұрған сияқты, 2x болып тұр, яғни ПТСіне кіретін болсаң, мына жақта семьяның баласы, сен ала бер деп жатыр. Бұған әрине абдуши. Бірақ, бұлны, нитро 2x болғандықтан бұған айтып көрген болатым, яғни бәрінде осылайнан бак болып тұрма, әлде тек менде ғана бак па? Осылайнан бак болып, нитро 10x деп тұр, бірақ ПТСін мінеки жібергенде нитро 2x. Осындай бак болып тұр, енді бұны алмайым деп шештім, өйткені осындай бір бак таума, сондай мына жақта бір мерсқа қызығып қалып, осыдан сұраған болатым, яғни ПТСін. Бірақ бұның изнусы, шешеден кетіп отыр ғой. Біз осылайша авторингта 30 минуттан көп жүрдік, бірақ әлі бірде-бір машинаны алған жоқпыз. Мына жақта бір Camry, бірде 6-ға сатам деп қоймай қойды, бірде 5-ке келіс алмай, бұмен, мен бірде 5 дейін бұл, бірде 6 дейді. Option екеуміз жақтада дұрыс келісім болмай қалып, мен бұған, дерзкий подарка жасайтын боламын қазір. Бірде 5 деп айтам, бұл қоймай қойды, бірде 6-ға сатам деп мінеки жіберіп отыр, мен оны әрине қабылдамайым. Осылай әкелдім де соқтым, 27-ге түсіріп тастадым, машинаның ремкасын Дима, солай айтады, подарок деп бұған жібереміз. Тағы бір рет жазамыз, подарка деп, мінеки. Егерде менімен бірге Play Crash ойын ойналарың келсе, осы видеоның описаниясында тұрған ссылкадан Play Crash-аны жазып, және ойынға кіргеннен кейін Yakut серверін таңдап, ойынға кім шақырды деген жерге менің Нурик ютубер атты негімді жазатын болсаң, 3-ші левелға жеткен кезде 50 мың рублей беретін болады. Сразу ойынға кіре сала авторингқа барған болатымын, яғни менің қазір қолымда 2 200 000 рублей. Қазір енді средний класстан машинаны қарайтын боламыз өзімізге. Енді перекуп жасау маған кішкене қиынырақ болып жатыр, чтобы сендер көбің жасып кетесіңдер, яғни көбің дегенде мен олардың бәрін бірақ видеодан удалить етіп тастаған болатым, яғни боқтап анау-мынау. Енді жалпы мен перекуп вообще дұрыс жасай алмаймын, сондықтан мен әдемі перекупчикпін деп айта алмаймын, сондықтан өйтіп жазудың керегі жоқ. Мен қазір өзіме дұрыс машинаны іздеймін, просто өзіме андай шлей оверлоу болып көрінеді кейбір машиналар. Енді көп сөйлемей қазір енді машиналарды іздейтін боламыз өзімізге. Осы бір X5-ға барып бағасын сұрадым, яғни скок деп 1 200 000 торг. Қазір бұдан ПТСін сұрайтын боламыз, ПТС. Қазір енді ПТСін жіберсе, ПТСін жіберді, және ПТСінің ішінде бізде прям тым жоқ екен, яғни бұл косқа 750 мыңға, және ПТСін іші полный, бұл машина сток болып тұрға сонда. Бұған, максимальный край қанша екен, қазір сұрақ көретін боламыз. 1 миллион край. Бұл X5-ді 1 миллион крайға алсақ, бұл слишком оверлау болады, сондықтан біз оған 900 мың деген сумманы ұсындық, және бұл неттеді, яғни пызы деуіміз керек. Қазір енді 900 мыңға пайда стоит деген ойдамын. Норм ғой мұны, өкінішке орай машинаны сатып алған кезім, және оның скринді вообще фотоға түседі. Өкінішке орай мен мына машинаны 1 100 000 мыңға сатып алған болатынмын, бірақ ол видеоға түспей қалған, плюс мен скриншот жасамағам, бұл машинаны мен 1 лямға алдым, но енді 900 мың вообще келіспеді, сондықтан 1-1-ге ала салдым.
Енді бұны обратно сата аламыз ба, сол қызық болып тұр бізге. Авторингте тұрғаныма 1 минут өтпей жатып, мына жақта сколько деп сұрап жатыр. Яғни мен оған 1.250.000 деп жазып жіберген болатынмын. Бұл 900.000 дейді. Қайда 900.000? 900.000 сатпаймыз ғой біз оны. Өзіміз 1.100.000 алдық. Енді оны біраз күту керек, чтобы мына машина сток болғандықтан ешкім қызықпай жатыр. Қазір енді біраз күте тұрамыз. Тағы бір алатын клиентіміз келіп, яғни осы жерден бағасын сұрап жатыр. Бұған 1.250.000 торг деп жіберетін боламыз. Тағы бір адам уже келіп жатыр, және бұл спорт па деп тұр, яғни SP, біз әрине нет дейміз. Мына жерде сколько деп екінші адам сұрап жатыр. Бұған да өзінің бағасын жібереміз. Мына жақта ПТС сұрап жатыр, әрине Карпас деп жіберетін боламыз. Так, бұның ID пока көрінбей тұр, 668 дұрыс. Екінші адамда уже ПТС сұрап жатыр. Так, оған да жібереміз. Уже кетіп қалды біреуі. Ал так, екіншісі енді бұл алама екен. Бұған да особо қызық емес сияқты, сондықтан әрине бұл енді алмай кететін шығар. Арада 15-20 минут өтті. Бұл әрине сіздерге 3-4 секунд болып көрінеді, бірақ маған бұл әрине 20 минут. Яғни бұл жерде мен әрең саттым осы машинаны, яғни X5-ді енді сток түрін алмайым деген ойға келдім, яғни 850.000-ға сатып жібердім. Мен бұл машинаны алып сатқаныма уже минусқа кіріп кеттім, яғни где-то 1.100.000-ге алдым және 300.000-дай минусқа кірдім. Мен осы өзіме қапан көлігін алған болатынмын, бұл для себя, яғни айдап жүруге. Қазір бұл досы, қазір послесін көретін боласыңдар. Мінеки бұл послесі, біз бұл жерде нені өзгерттік, стропоскоп және фар қостық, цветін, тонировка жасадық алдына артына. Енді қазір бізге GPS деп жазып, әрине технический центрді таңдап, сол жақтан бізде дрифт прошивкасын қою керек, либо спорт. Мен бұған енді дрифт прошивкасын қойдым, спортқа особо ақша жетпей қалды десем де болады, өйткені ақша керек болды. Бірақ дрифт прошивкада бір минусы бұл әрине. Машинаны жүрген кезде дөңгелегі тая береді, яғни бір жаққа ауып кетеді. Ойынға келесі күні кірген болатынмын, бірақ бұл кезде мен жалпы ойнаған болатынмын, но егерде бұл 2 миллионды қайдан алды десеңдер, менің каналымда осы 24 сағат казинода видео болды, сол видеода мен көтеріп алған болатынмын. Ол видеоны егер көргілерің келсе, менің каналымнан кіріп көре аласыңдар, немесе осы видеоның опциясында болады. Сонымен қатар мен кеше алған, яғни осы Мерседесімді цветін өзгерткен болатынмын, яғни кішкене қою жасыл цветте өзгерттім, яғни көкке де ұқсайды кішкене, в общем сондай. Қазір мен мына жерде авторингқа бара жатырмын, яғни өзіме тағы да көліктер қарау керек, енді перекупты дұрыстап жасау керек болады. Ал мен осы бір Мерседесті алған кезім видеоға түспей қалған екен, бірақ менің ақшама қарап қанша қалғанымды көре аласыздар. Яғни мен бұл машинаны 520.000-ға ма сондай қалдым, или 530.000-ға. Робыны білмеймін, сондай әйтеуір. Енді қазір біз оны өткізіп көретін боламыз, яғни алатын адамдар болса. Мен осы жерде, яғни уже бір адам тауып алдым, алатын. Бұның аты Мате Исламбек. Мен оған 630.000-ға жіберемін. Бұл қабылдаса, так продуктты басып жүреміз. Біздің қалтамызға уже 100.000 рублей плюс. Наконец-то, алғашқы плюсімізға кірдік. Бұған әрине абдуши алған адамға. Сонымен қатар мен мына бір X5-ді алған кезім, яғни бұда барлығы бар десем де болады. В общем, енді алуға нормальный стоит болғандықтан мен бұны 1.900.000 рублейге алған болатынмын. Ол әрине видеоға түспей қалып, әрине кешірім сұраймын. Менен бір қателік, басында айтқан болатым, яғни сендерге бұны 1.900.000-ға алдым деп. Негізі мен оны 2 миллионға алған болам. Мен қалтамда қазір уже минус 100.000 рублей болып кетті. Енді кешірім сұраймын, басында чтобы мен айтқан болатым 1.900.000-ға алдым деп, негізі 2 миллионға алған болатым. Низкий класстағы осы Вембаға қызығып қалып, және бұл қазақ бала екен, сатып атқан, ютубтан көресің деп өзіңде де жазып жүрдім. Бұл осы машинаны маған 400.000 рублейге сатқан болатын. Енді қазір видео болып жатыр деп жазып жүретін боламыз. Өздерің көріп тұрғандай, менде уже кидай деп жазып жүрген болатынмын. Менде КД болып қалды, яғни 5 минут болмай жатып уже машина тауып болдым. Қазір бұл кидай ететін шығар. Так. Күтеміз, пока енді көре тұрамыз. Бұл енді жіберді, мінеки. Қазір біз оны қабылдайтын боламыз. Егер де сен осы видеоны көріп отырсаң, саған үлкен рахметімді айтамын, чтобы сен маған осындай машинаны 400.000-ға сатып, менің перекуп жасауыма көмектесіп отырсың.
Біз әрине қазақ ниеттің рубкасын алып, бұған Абдушейін айтып жіберетін боламыз, чтобы осы машинаны сатқаны үшін. В общем, мына ешкім алмады десем де болады. Мен біраз тұрдым, бірақ сонда да алмады. И өздерің көріп тұрғандай, бұл Перекоп жолының 4-ші бөлімі десем де болады, бірақ бұл 4-ші бөлімге жатпайды, но сонда да осы видеоға қосып жібердім. И бұл дәл сол серверде, менің рублиіме қарасаңдар, қазір менде 16 000 рублей. И алдындағы 1 700 000 рублейді мен казинодан қадап тастаған болатынмын. И уже сонымен бізде бітті десем де болады, бірақ қазір сендерге өзімнің стандартный кейс ашқанымды көрсетіп жүретін боламын. Өздерің көріп тұрғандай, мына жерде мен бір бомберский кейс және бір ежедәвний кейс алып жатырмын. И 10 пилмен және 10 XP-ді алатын боламын. И бұл жерден шығамыз. И мінекей бізде күнделікті, яғни ойынға кіргенің кезде 10 VP XP жинайтын болсаңыздар, сіздерге ежедәвний кейс береді. Так менде алынбай жатыр бұл жерде. Үстін басып тұрайық. И мінекей бізде кірілу керек. Так, мінекей біз кірдік. И қазір біз 2 ежедәвний кейсімізді ашып тастайтын боламыз. И подтвердитті басып жүреміз және бізге ремонтный набор, яғни рем комплимент берді. И қазір біз оны распит етіп жүретін боламыз. И бізге стандартный кейс берді. И осы стандартный кейсімізді енді алып алайық. Так, бір стандартный кейс. И алдық. И қайтадан жаңағы кейсіға кіріп, бір ежедәвний кейс және бір бомберский и стандартный кейсті ашатын боламыз. Ең алдымен бізде ежедәвний кейстан бастайық. Бірінші әрине ежедәвний кейстан бастаймыз. И аштық. Бізге бұл жерде канистра бензина түсті. Әрине бұны распит етіп жүретін боламыз. И кезекті кейсіміз бұл біздің бомберский кейс және бұны пропустить анимацияны басып ашып жүреміз. Және бұл жерден бізге Az2112 деген машина түсті. И оны біз әрине косқа слеует етеміз. Ал біздің мінекей стандартный кейсіміз. Так, осы жерден бізге нормальный машина түсіп кетсе, бір роман жасап жіберейік. И басып жүреміз да. Так. И жасылдан өтіп кетті және көктен өтіп кетті. Ебать! Бізге, на жақтан акула көлігі түсті. Яғни GT63S деген көлік. Яғни бұл акула болады. И так, ебать, біздің жолымыз кәрімгідей болып кетті. Бізге түскен 2 машинаны алып алайық. Бірінші осы девятняшка ма сондай, И екінші бізде әрине акула мерс. Яғни Mercedes акула. И енді біз қазір оларды госқа сливет ететін боламыз. И ақшасын аламыз ғой, И мінекей мен, госқа сливет етпей, одан да адамдарға саттым келіп, и сатып жүрген болатынмын 3 700 000 рублейге. И бұл госқа, 300, қайдағы 300, 3 500 000 болады, примерно, сондай. И оны мен 200 000 плюсқа кіріп сатып жүрдім. И өздерің қазір көріп тұрғандарындай, мен қолымда почти 3 800 000 рублей бар. И мен бұл рублейлердің бәрін, казинода қадап тастаған болатын. И сондықтан мен Перекоп жолының 4-ші сериясын шығармадым десем де болады. И менде плюс желание қашып кетті, яғни Перекоп түсіруге вообще. Осы Перекоп жолымен ғана мен тоқтап қалмаймын. И жаңа рубрикалар шығаратын боламын, яғни сендерден сұрайтын боламын. Мен пока өзім, яғни семья ашқым келіп жүр, яғни семья дамыту ма, или ютуберлікке жол ма, сондай рубрикалар түсіргім келіп жатыр. И енді оның бәрін сендер шешетін боласыңдар, яғни мен сендерге бір 3-4 күннен кейін, немесе бүгін, немесе ертең, И бақылап жүргендер біледі менің каналымды, яғни мен сендерге запуск қалдыратын боламын. И сол кезде сендер, айтатын боласыңдар, яғни мынаны түсірші деген сияқты. И, в общем, видеоны соңына шейін қараған адамдарға рахмет айтамын. Ал енді сендермен болған мен Нурик. Пока-пока, чао.